жағдайыңызды қалыпқа келтіріп алайын, иә, балалар, иә? Ал кәнекей, қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күннің сабағы сәттілікке толсын. Біздің ала бағамыз естік болсын. Ал жарайсыңдар. Қуанамын менде, қуанасың сенде. Қуанамыз бәріміз арайлаған күнге. Жарайсыңдар, балам, отырыңдар. Балам, көңіл-күйіңіз қалай жақсы? Тамаша. Менің де көңіл-күйім тамаша. Ал олай болса, тамаша көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Балалар, бүгін бізде жай сабақ емес, бізде бүгін ашық сабақ. Бізде қонақтарымыз отыр екен, иә, мектебіміздің ұстаздары. Ал балалар, біз білімімізді, тәрбиемізді, тәртібімізді, сабақта әдемі болып отырып, ұйымшылдығымызды, іс-әрекеттерімізді көрсетейік, иә, жарай ма? Ал олай болса, біз балалар топқа бөлініп отырмыз. Иә, бірақ біздің тобымыздың атауы жоқ, иә? Ал ендеше тобымыздың атауын шар жару әдісі арқылы анықтап алайық. Әр топтан бір оқушы келіп, мына шарды жарып, ішіндегі қағазды алып, біздің тобымыздың атауы бар екен, иә, ішінде. Кім шығар? Мына келе ғой. Бекболат, келе ғой сен. Мына жақтан аяғы келе ғой сен. Ручканы алды, ручкамен шарды жарамыз, иә, ручканы алып шығамыз. Анам, сен оқи ғой. Маза, Бекболат, мынаны оқи ғой. Сен аны. Вот, есік аяғы. Қатты ұстап тұр да, бетіп ұстасай. Қатты бет. Оқимыз. Қырандар. Керемет. Қырандар тобы. Бекболат, мына сенің тобың аты қырандар тобы. Сұңқар тобы. Балалар осы жерде бір қол соғып, қошемет көрсетіп қояйық, қырандар тобына, иә? Тобына олар қойып қоясыңдар, иә? Сұңқар тобы. Аяғының тобына қошемет көрсетіп қояйық. Тұлпарлар тобы. Нұрданның тобы, тұлпарлар тобы. Тақырыпты есіңізге түсіру үшін біз борт-бол тапсырмамыз бар, иә, біздің, иә? Ал кәнекей. Әр топтан екі оқушы шығайық, иә? Кім шығады? Кәні өзіне шығамыз. Сардай, кім саят сен шығамыз? Ай, сен келе аламыз. Кесте шығамыз, иә? Жылдандады, иә? Аяна келе ғой. Алты оқушы. Алты оқушы болдық па? Келе. Қатар тұрамыз, мына жерге. Сен қай яш таңдайсың? Төрт, баса ғой, төртті. Ең үлкен бір таңбалы сандарды. Тоғыз. Дұрыс айтасың. Тоғыз. Дұрыс екен, иә? Ал келесі, тұра бер, өшеге тұра бер. 5 таңдай ғой. 10 саны мен 1 санның айырмасын тап. 9. Дұрыс екен, иә? Жарайсыңдар. Ал келесі, Ұлдана, сен қай яш таңдайсың? 6 таңдай ғой. Bir аптада неше күн бар дейді? 7. Қайсы 7? Дұрыс. Ал келесі Арсен. Арсен, қайсын таңдайсың? 3. 1 дециметрде неше сантиметр бар? Дұрыс, керемет. Ал Бақдәулет келесі. Бақдәулет, сен қайсын таңдайсың? 2-ні. Ең кіші бір таңбалы санды есеп. Көрсет. Басқаны айтпаймыз, я? Ал келесі Саят. Ол 1. 1 сағатта неше минут бар? Қарашылыңыз жауаптар көреген, я? Қайсы? Дұрыс, керемет. Бар, мынау. Мынаушы балам. Бұл не? Мынау не? Бұл қанша теңге? 10 теңге, я? Бұл 10 теңге монета, я? Монета дегеніміз металдан жасалған ақшаны, теңгені біз монета дейміз, я? Бүгінгі сабақта сендерді осы монеталар арқылы бағалап отыратын боламын. Жарайсыңдар ма, ала ғой? Керемет. Жыландап отырамыз, я, орнымызға, я? Тақырыбы 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру. Балалар, біздің сабағымыздың мақсаты 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу және жазу, сандарды салыстыру. Балалар, 98-ші беттегі
98-ci bеттегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Балалар, біздің кейіпкерлеріміз саяхатқа шықты. Балалар, кейіпкерлерімізге ат қойып алайықшы. Ал бірінші саяхатшымыздың аты бұл бала. Сырым деп ат қоямыз, я? Жарайсыздар. Ал келесі саяхатшымыздың аты Әлия. Дұрыс. Ең келесі үшінші саяхатшымыздың аты Арман. Ал енді әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сандарды ата дейді. Балалар тыңдаймыз, я? Бірінші тартып сақтап, әдемі болып отырамыз, я? Балалар, мына жерде ше сырымның қанша таяқша әкелгені белгісіз. Біз соны санап анықтап алайық, я? Мұна санаймыз барлығымыз бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балалар, 10 санында бір ондық бар, я? 10 саны бір ондықты білдіреді екен. Ал сырымның бір қолында бума мен бір ондығы, екінші қолында екі бірлігі бар екен, я? Бұл қандай сан екен? 12 сан екен, я? Жарайсыңдар. Ал келесі саяхатшымыз Әлияның қолында дәл осылай бума мен бір ондығы, екінші қолында бір бірлігі бар. Бұл қандай сан? 11 саны, дұрыс айтасыңдар. Ал келесі үшінші саяхатшымыз Арманның қолында дәл осылай бума мен бір ондығы, екінші қолында төрт бірлігі бар екен. Бұл қандай сан болды? 14 саны, жарайсыңдар. Балалар, 14 санда қанша ондық, қанша бірлік бар? Бірлігі бар екен, я? Жарайсыңдар балалар. Ал ендеше осы сандарды өсу ретімен жазамыз. Өсу ретімен жазған кезде санның ең кіші саннан бастаймыз екен, я? 11, 12, 14 саны. Ал енді балалар, қайсы саяхатшымыздың қолында таяқшасы көп? Арманның қолында таяқшасы көп екен, я? Ал енді 11 саны мен 14 саны салыстырайықшы. Салыстырған кезде балалар тыңдаймыз, я? Тыңдаймыз. Салыстырған кезде балалар, ондығына қараймыз, я? 2 санның да ондығы бірдей. Ал бірліктерінен салыстырған кезде, бірліктерінен қайсы үлкен? Қай сан үлкен? 4 сан үлкен, я? 4 саны үлкен екен. Ал енді осы сандарды бірге арттыр дейді. Балалар осы сандарды бірге арттыр деп сұрап жатыр. Біз бірге арттыру үшін не істейміз? Қосамыз. Қандай санды қосамыз? 11-ге қосамыз. 1-ді 11 қосу 1. Неше болады? 12. Жарайсыңдар. Ал енді келесі 12 санына келесі кім ондайды? Кім шығады? Мен. Амина, келе ғой. Сандай шық. Амина, келе ғой. Тез-тез осыны орындап жүрші кәне. Кәне, Амина, тез-тез жылдамдатамыз. 12-ге бірді қосақ неш болады? Сандай келе ғой. 13, жарайсың, тамаша. Ал сандай сен орындай ғой, келесі есепті. Амина, ма ала ғой. Бүгінгі сабақта кім қанша келге жинайды, соны. Ал келесі осы сандарды бірге кемік деп жатыр. Балалар, бірге кемік десе не істейміз? Азайтамыз. 11 саннан бірді азайтса қанша болады? 10 болады, я? Дұрыс. Ал енді 12 саннан бірді азайтамыз. 11. Ал келесі топта кім шығады? Саятшыға қой, енді келесі Арман шығады. Ал, тез-тез жылдамдап орындап жіберейік, я? 13 болады, жаза қой. Ал енді балалар, осы сандардың көршілерін атаймыз. 11, 12, 14 санның көршілерін атайық, я? Ауызша атап өтейікші. 11 санның көршісі. Кәні бірінші сұңқарлар тобынан сұраймыз. 11 санның көршісі қай сан?
11 sanning ko'rsa 12, so'zim 10 ekan, ya, durust. Al kelasi 12 sanning qo'shnilarini ataymiz. 11 sanning 12 sanning qo'shnilarini ataymiz. 12 sanning qo'shnisini ataymiz ayaru, undan 13 ya, 12 sanning qo'shnisi 11 bilan 13. Al kelasi tulparlar to'g'rina 14 sanning qo'shnisini ataymiz. 13 15 durust. 13 bilan 15 ekan, ya, bolalar. Al kelasi topshirma bolalar bizga 99-betdagi birinchi topshirmani o'qishimizga bu daftarimiz bolalar. Qadamdagi o'zi bir ashtiqa daftar kitobda 99-betdagi nomer 2-chi esep. Na, 2-chi esep o'rnimizda daftarga yozamiz. Taxtadan aslında tuzdan yapacağız. Şöyle iş var ya. Yedinci misal. Taxta hakkım şuna dost esipki. 99-cu betdagi nomer 2-chi esepga. Endi esipleri sana yorumlaşırsın çıkan. Bana öyle seç. Bir polat seç çıkıyor. Bir polat çıksın. Bir polat kitabı da çıkıyor ya. Nana. Kim? Kilo koy. Ulan da kilo koy. Abdeli yoldanlar. Çıksın ya. Çıkmanın tutanları. Asılca sen kilo koy. Bak öyle bir polat götürüyor. Kim esip ya? Bir bakalasın olalım ya. Bu esip olalım. Екі оқушышып жасасын, е? Сенсен күтеді ма? Одан да сенсен күтеді. Асылжан бірінші күн мына есепті бет бола шығарады. Келесі сен шығарасың, сен мына жаққа шығарасың. Сен қазір кішкене отырады ма? Кішкене отырады. Келесі, ұлдан да келе ғой. 14-тен 14 azalsa 0 bo'ladigan, ya, durust. Kilo. Asılcan sen borgan, shunga jo'naygan. Al kelasi tez-tez. Sen o'zing chiqar. Tez-tez bo'ladi. 14 dan 1 saniya azalsa. 14 dan sendan o'rinlaring bor. 14 dan 1 azaldim bor. 14 ga 1 da bosdim. 15 bo'ldi, durust. 14'ten 3 azaltamız 13 bo'ladi ekan, ya, durust. Durust o'rnatsa sen yerga o'rnayapsan. Sen o'rtaga jazasan. Keremet o'rnat, alohida o'rnat. Kelis Bag'dodga kelyapti. Keremet o'rnatib o'tiramiz. Undan bilan azaltamiz. Bolalar kim bo'ldi? Men daftarga esipdim. Kim daftarga chiqardi? Kim chiqarib turibdi? Tekshirib baho qo'yam, ya. Bag'da kun bek bo'ladi, esipni chiqarib qo'ydi, ya. Salom. Durust. Sen bo'ldi bitta. Kim ayar o'sha esip chiqarib qo'ydimi? Kim esip chiqarib qo'ydi tag'da? Men. Kim esip chiqarib qo'ydi? Sen bo'ldimi? Al kelesi tane sen oldular. Cuma'dan yıkılmasa 18 duruz. Sen oldular. Sen şarkı koyuyorsun. Zaten var mı? Sen yazamıyor ya. Aslında sen gittin ben esip çağırıp iş bulasınlar. 18 olacak duruz. 18 duruz. Şöyle sen karnı alalım. Bana alalım.
Bala tez жылдамдатып тақтадағы есепті көшіріп алайық, ya. Болды ма, Аяна? Өзің шығардың ба? Дұрыс. 4-3 жасақ 13 бір болады. Дұрыс. Керемет. Дәл Арсен әке ішкен дәптерін бере ғой. Дұрыс орындапсың, ya. Керемет. Ала ғой. Ал келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырма балалар топтық жұмыс. Барлығымыз істеп болып есепті, ya? Шылап болдық па? Ал енді келесі тапсырмамыз. Бізде топтық жұмыс. Келесі топқа. Ал сендерге мына. Ал сендерде болдық па? Сонда тобы жазып болдық па барлығымыз? Ал енді мына есепті топтық тапсырма орындаймыз. Жылжып келеміз, ya. Топпен жұмыс жасаған кезде бірге орындаймыз барлығымыз, ya. Барлығымыз бірлесіп орындаймыз. Балалар біздің бірінші түсініп алайық, ya. Асылша бірінші түсініп алайық. Есепті дұрыс орындасақ, қай күнге қонатынымыз білетін боламыз, ya. Ал енді Кірелеп жақсырамыз, ya. Кірелеп жақсырамыз, бір шеттен жақсырамыз. Келе ғой, Амина, сен де келе ғой. Келе ғой жағында. Келесі сендердің балмұздақ әдісі бойынша орындаймыз, ya. Беріп тұрады. Мынау ше балмұздақтың қаймағында есеп бар, ya. Ал мына балмұздақтың нанында осы есептің жауабы бар. Қай есептің мәні сол неге мәні дұрыс келеді, сол балмұздағымыз шығады екен, ya. Ya, соны орындаймыз, жылдамдатып орындаймыз, ya. Балалар бірлесіп істеген жұмыс жеңіл болады, ya. Барлығымыз бірге жылдамдатып бірге орындаймыз, жарай ма? Сендер бір шеттен бастап, бір шеттен бастап, әдемілеп жапсырамыз, ya. Ya, жапсырамыз. Жапсырамыз. Мына сендерде бізде мына шие, ya, мына шиеге, мына кекстің шиеге есеп айыр түсіндіңіз? Мына шиеге бет болады. Шиеге есеп бар, ya. Мынау кексте сол несі бар, мәні бар, есептің мәні бар. Сол есепті дұрыс орнына қоямыз. Сол кезде біздің неміз, кексіміз дәмді шығады екен, ya. Kumbarlar тобы сынақта сайып, ya. Ретті сақтап, ya. Ретті сақтап, орнына қоямыз. Біттің берма сендерде? Бірінші бұлаға шақ. Асылсаны. Артаған күнге бер. Келесі күнге шығамыз. Қыранда тобы жылдамда. Жылдана. Ал бірінші Асылжандар тобынан бастаймыз. 9 пен 3-тің қосындысы. 12. Дұрыс. Келесі тез жылдамдатамыз. Тез. 7 мен 8-дің қосындысы. 15 дұрыс. 15 мен 3-тің айырмасы. 12. 20 мен 10-ның айырмасы. 10 дұрыс. 20 мен 4-тің айырмасы. 16 дұрыс. 17 2-ның айырмасы. 15 дұрыс. 19 мен 2-ның айырмасы. 17 дұрыс. 14 мен 4-тің қосындысы. 18 9 мен 5-дің қосындысы. 14 дұрыс. Керемет орындапсыздар. Ал келесі. Тез қолданын сен айтып жібердің, кәні? 20 азайтылуда 5-дің қосындысы. 16 19 Даусын қатты шығармай талай. 18 азайту. 18 мен 1-дің азайтын несі айырмасы. 17 дұрыс. 15 мен 5-дің қосындысы 20-ға тең дұрыс. 20 мен 5-дің қосындысы 25 дұрыс.
Дұрыс жауаптапсыңдар, иә? 14 менен дұрыс. Ал келесі Бексұлтан айта ғой кәні? Бізде 14 пен 4-тің қосындысы 18. Дұрыс. 15 пен 5-тің қосындысы 20. 17 мен 2-ның айырмасы 15-ке тең. 9 менен 3-тің қосындысы 12-ге тең. Дұрыс. 20 мен 4-тің айырмасы 16-ға тең. Дұрыс. 20 мен 10-ның айырмасы 10-ға тең. Дұрыс. 7 мен 8-ның қосындысы 15-ке тең. 11 мен 6-ның айырмасы 5-ке тең. Жарайсыңдар. Керемет орындапсыңдар. Маған мына жаққа тақтаға жаздырыңдар, тақтаға жаздырау. Қайсы? Тұлпарлар тобын бағалаймыз, иә? Керемет орындады. Ал енді, Асылжан, енді тұлпарлар тобын бағалап жіберіңдерші. Енді келесі сұңқарлар тобын бағалаймыз, иә? Керемет орындады, иә? Ал бала. Ал енді бой сергітіп алайық, иә? Бой сергітіп ал, енді. Балар, бұл жұптық жұмыс. Мен қазір сендерге таратып шығамын, екеу орындаймыз, иә? Мынаны жұмыртқаның ішінде есептер бар, есеп жасырылған, салыстыруға арналған есептер бар, соны есепті орындаймыз, иә? Сен екеуің орында. Кім? Екеуі орындаймыз.